біздің елімізде праймериз жасап жатыр. Оның ішінде қазір белсенді жастарды өте көп көріп жатырық. Себебі біздің мемлекетке жас толқынды көтеру керекпіз. Себебі праймериздің арқасында қазір өте жастар өзінің белсенділігін көрсетіп жатыр. Сол депутаттардың арасынан жастар да көбірек болуы тиіс деп елбасымыз кезінде айтып кеткен. Сондықтан жолдаудың ішінде еліміздің кемелді келешегі жас ұрпақ деп айтады ғой. Сол сияқты қазірден бастап біздер жастарды қолдасақ, қазірден бастап жастарға барлық мүмкіндікті көрсете білсек, жолдарын көрсете білсек, мен деген қаншама керемет қазір белсенді, білімді жастар өте көп. Кейде таңсанасын бұлардың білімділігіне қандай өздерінің ой пікірлерін айтып атқан қазіргі жағдайға да байланысты, болатында, болып жатқанда, болып кеткендерде өздерінің ой пікірлері. Былай қарасақ, үлкен сенім бар жастарға. Сондықтан мен өзім аудандық мәслихат депутатымын ғой. Қазір Ақтөбе қаласында Ойыл аудандық мәслихатының депутатымын. Енді Ақтөбе облысында жас депутаттардың бірі менмін. Біздер өте азбыз. Сол кезде мен депутат болып сайланған кезде халық сайлады ғой. Ол кезде біз ондай праймеризде болған жоқ өткен созывте. Бірақ мен сол көңілім шамалы толмай қалған себебі депутаттар жастардың арасында өте аз. Өте аз. Біздер енді ешқандай үлкендерге, қарияларға және де апа ағаларымызға ешқандай тіл тигізіп жатқаным жоқ. Олар әрқайсысының өзінің патриоттық сезіммен әлі күнге дейін жұмыстарын атқарып жатыр, жұмыстарын біледі, жолдарын біледі, реттерін біледі. Бірақ та жастарға қарай акцент беру ол бізде бірден бір қазіргі жоспардың бірі болып табылады. Дүниеге бала келсе оны тай басып жүргіздіріп үйретеді ғой. Оны үйрететін әке-шешесі. Тура сондай сияқты жастарды да осы политикалық аренаға үйретуге ол осы үлкен ағаларымыз, апалардың тәрбиесі болу керек деп ойлаймын.